Жыннан болған шайтаннан гөрі адамнан болған шайтан қауіпті. Шайтанның әмірі сізге тіке жүрмейді, бірақ ол сіз қате жолда кетіп бара жатқанда сізге мен тура жолдамын деп ойлаттырып қояды. Сол ғана, демек оның уәсуәсе салуға ғана шамасы жетеді. Сондықтан бұндай кезде сіз жақсы ойланып, жүрекке сала білсеңіз, оны елемесеңіз, оның кесірінен сақтана аласыз. Бұнда сізден кететін қателік, оны елеуіңіз болмақ. Оны елесеңіз, соңында оған сенетін боласыз, ал сенген соң оған амал ететін боласыз. Бұл өте қауіпті. Шайтаннан келген лас, кесір ой барлық адамға келеді. Ол бір сынақ. Шайтанның салған ойын айтпаңыз, сыртқа шығармаңыз, әйтпесе бүлік болады. Оны елемесеңіз, ол ақырында сізден кетіп қалады. Одан осылай құтыласыз. Оны айтпасаңыз, оған амал етпесеңіз болды. Сізге күнә жазылмайды. Ал бұнда одан да қауіптісі осы шайтанға еретін адамнан болған шайтандар. Себебі олар жаман ой көзқарас айтып қана қоймай, сізді қолыңыздан жетектеп, өздерімен бірге ала кетеді, өздеріне сендіреді. Сондықтан адам үшін ең қауіптісі адамнан болған шайтан. Шайтан қатты еңбек етіп, көптеген адамнан болған шайтандарды тәрбиелеп шықты. Ал олар жамандықта шайтанның өзінен асып түсті де, іблістің жын шайтандарын жұмыссыз қалдырды. Демек олар шайтанның міндетін жоспардан асыра орындауда. Олар адамнан болған шайтандардың ісіне қатты таңғалуда. Қазір исламды қоя тұралық, титтей адамгершілікте қалмады. Адамдар істейтін 800 жамандықты түгел істеп болды. Ештеңе қалмады. Олар имансыздықта, арсыздықта, әдепсіздікте, тексіздікте, жауыздықта ең биік шыңға шықты. Бірақ жағдай осылай тұра бермес, демек, алда олар шыққан осы жамандық пен күнә шыңнан оңбай құлайтын болады.